Жәннаттықтар жәннатқа кірген кезде дейді, сол кезде табарака ва тағала айтады дейді, жәннаттың ішіне кіріп қойған жәннаттықтарға айтады, қалайсыңдар ма, тағы қосымша сыйлық берейін бе? Жәннаттықтар айтады дейді, я Раббымыз, сол махшарда тұрғанда жүздерімізді ағарттың, нұр бердің, жәннатқа кіргіздің бізді, міне тозақтан құтқардың, бұдан басқа қандай нәрсе? Раббымыз, сұрай аламыз біз сенен деген кезде пайғамбарымыз салсам айтады, ғайыптың пердесін ашады дейді Раббыз. Аллах тағала пердені ашады дейді. Жәннаттықтарға берілген нығметтердің ішінде дейді, Раббыларына қараудан сүйіктірек нәрсе болмайды дейді. Оған еш нәрсе жете алмайды дейді. Осы бақыт деп аталады асылы. Осы нығметті бізге бергісі келіп тұрған Аллах тағала айтады, әрбір нәрсені менің дидарым үшін жасағандар дейді, қараңызшы, оларға жәннат болады дейді. Ешкімнің көзі көріп көрмеген, ешкімнің құлағы естімеген, адамның жүрегіне ойына кіріп шықпаған нәрселерді белгілейтін, қамтыған жәннат және қосымша бір сый болады. Қосымша сый ол сол Раббыларына қараулары.